Жәнібек пен Керей Шу өңіріне келіп қоныстанып, Қазақ хандығының негізін салды. Соғысқа мықтап әзірленген жоңғарлар қазақ жеріне шабуылын бастады. Қазақтардың бір бөлігі ғасырлар бойы мекендеген жерлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Сол жылы жұт болып, адамдар аштықтан қырылды. Тауқымет мұнымен біткен жоқ. Араға 10 шақты жыл салып, 1931-33 жылдар аралығында аштық қасіреті қазақ даласына қайта оралды. Сөйтіп, 1917 жылдың жазында Алаш партиясы құрылды. Қалың жұртын Ресей империясының қанды шеңгелінен жұлып шығу қамын ойластыра бастады. Дулатов Мир Якуб. Жазаның ең жоғарғы түрі ату жазасына кесіледі. 1941-1945 жылдардағы екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысы Қазақстан тарихына мәңгі енді. 1986 жыл 16 желтоқсанда қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен.